Қайырлы күн досым. Алтын уақытыңды бөліп, Алтын Коникардың каналына келгенің үшін қуаныштымын. Дәл қазір сенің бақытты сәттеріңнің ұлғаятынын көрсететін техника жасаймыз. Көп жағдайда адамдарға ақша отношениеге қатысты проблемалар шеше алмай қалған кезде келмей қалады. Себебі өзгемен отношения құра алмайтын адам менімен де отношения құра алмайды деп ойлайды екен ақша. Өйткені ақша энергия екенін ұмытпағанын қалаймын. Сонымен, егер біреуді жібере алмай жүрген болсаң, кешіре алмай жүрген болсаң, жалпы қарым-қатынаста жаңағы ұл бала, қыз бала, ер азамат, әйел адам арасында қарым-қатынаста проблемаң болатын болса, ең бірінші өзіңнің кім екеніңді анықтап алатын расстановкалық техника жасайық. Бұдан кейін міндетті түрде жеңілдейсің және бүкіл фокусты өзіңе қоясың. Адам фокусты өзіне қойған кезде ғана оған керек ақша келетін болады. Жақсы, онда бастайық. Табандарың әдеттегідей жерді тіреп тұрады, арқаң тік, орындықтың шетіне отырып алсаң болады. Міндетті түрде бөлмені желдетіп, ыстық емес, салқын, қоңыр салқын жерде жасағаның дұрыс. Айтпақшы, айналаң жинақы тұрсын. Себебі хаоста ешқашан энергия дұрыс айналмайды. Ендеше терең дем алып, терең дем шығарып алайық. Дем алған кезде барлық ауаны мұрынмен тартып, ішімізге кіргізіп, ішімізді томпитамыз. Содан кейін барып, ауызбен демді шығарған кезде бүкіл демді итеріп, ішімізді босатамыз. Тереңірек, тағы да бір рет, соңғы рет. Енді менімен бірге мына емдік фразаларды қайталаңыз. Мен өз тегімдегі, бұрынғы өмірлерімдегі, барлық қабаттардағы өзін жақсы көрмеген, өзіне сенбеген, өзін махаббатқа лайықты емеспін деп ойлаған, және де басқалардың махаббатын жақсы көруін заслужить ету керекпін деп ойлаған барлық қыз келіншектерді, бозбала ер жігіттерді мойындаймын, қабылдаймын, оларға орын берем. Тура дәл сол сияқты дуалды әлемде өзін қатты жақсы көрген, өзіне үлкен мейірім мен махаббат берген, өзгелердің махаббатын еш шартсыз қабылдай алған, үлкен махаббатқа лайық болған, көп адамның сүйіктісі болған, махаббатын алған барлық қыз келіншектерді, әйелдерді, бозбала мен ер жігіт еркектерді мойындаймын, қабылдаймын, оларға орын берем. Шамасы мен үлкен махаббатқа лайық болу керекпін деп тырысу арқылы өзімді жоғалтып алып жатырмын. Осыны мойындаймын, қабылдаймын, орын берем. Әлемнің қай бөлігінде, қай жерінде мен махаббат сезім үшін, внимание, қамқорлық үшін сезімдерімді қалдырып кеттім. Соның барлығын қазір өзіме кері шақырамын. Отозвать етем. Сезімдерім таптаза күйінде, сол қалпында, мен төлеген ақы бойынша өзіме қайтып келіңдер. Терең дем алып, терең дем шығарыңызда
бүкіл планетадан, теңіздің ар жағынан, теңіздің бер жағынан, Балидан, Мальдивтан, Севердан, Тынық мұхитынан, Мұзды мұхиттан, жердің түкпір-түкпірінен алтын түсті кішкентай жіп тәрізді энергиялардың сіз айтқан бетте сізге қарай қуанып қайтып келіп құйылып жатқан елестетіңіз. Барынша визуал жасаңыз, еркін көруге тырысыңыз. Энергияның бойыңызға құйылып жатқан елестетіңіз. Енді менімен бірге қайталаңыз. Дуалды әлемде кімнің энергиясын алған болсам, кімнің сезіміне жауап бермеген болсам, кімнің сезім энергиясы менде тұрған болса, соның барлығын үлкен алғыспен миссияларың орындалды деп босатам, жіберем. Сөйтіп өзіңізден алтын түсті әдемі жіңішке энергиялардың шығып өз иелеріне сізге алғыс айтып кетіп жатқан елестетіңіз. Терең дем алыңыз, терең дем шығарыңыз. Жібердім, босаттым деңіз. Терең дем алыңыз, терең дем шығарыңыз. Техниканы аяқтаймыз. Ақырын көзіңізді ашыңыз. Сіз осындасыз. 3-ке дейін санап алыңыз ішіңізден. 3, 2, 1 деп. Міндетті түрде жеңілдік, өзіңізге деген махаббат, бір жұмсақ, мягкость пайда болады. Осы сезімді әрі қарай күні бойы, әрі қарай қолдану үшін міндетті түрде өзіңізге кофе, шай, тәтті, алма алып беріп, рахмет айтуды ұмытпаңыз. Жалпы терапиялық техникалар үлкен ресурсты қажет етеді. Бүгін сіз үлкен жұмыс жасадыңыз. Сондықтан өзіңізге рахмет айтуды ұмытпаңыз. Сосын қашан не болады демеңіз. Вселенныйға, әлемге, пространствоға жібере салыңыз. 18 мың ғаламды жаратқан құдіретті күшті Құдай тағалам сізді үлкен махаббатпен жаратқан. Міндетті түрде сіздің махаббатыңызға жауап беріледі. Сезімі толы, сізге деген адал ниетмен адам міндетті түрде жолығады. Мен сізді жақсы көремін. Алтын Кәнекар.